Bir ғана арақ ішетін адамның өзіне хадисте айтылған. Арақ шарап дейді, жамандық атаулының анасы дейді. Яғни сол арақ шарап арқылы қаншама жамандықтың есігі ашылады екен. Баяғыда бір кісіге таңдау беріліпті. Үш нәрсе. Әйел зорлайсың ба? Жоқ әлде кісі тонайсың ба? Жоқ арақ ішесің ба? Біреуін таңда дегенде, жеңілі сол ғой енді деп арақ ішейін депті. Бірақ арақ ішкеннен кейін үйді де тонап, ана әйелді де зорлаған екен. Қарасақ, басында адам баласы бір жай күнәні жасайды, бірақ сол күнә қаншама қасіреттерге душар етеді. Қаншалаған жап-жақсы жігіттер бар еді, қаншалаған ақылды жігіттер бар еді. Сол харам судың кесірінен әйелінде қартайтты, бала шағасының да тәрбиесін араласа алмады, үлкендердің де жүйкесін тоздырды. Жай ғана мен өзім үшін ішіп жүрмін, бір 100 грамм ода отырған не бар деп, бір 100 грамм ішемін деп, жүздеген ғұмырларды бақытсыздыққа батырған жағдай көп. Ер азаматтардан гөрі әйел адамның ішкілікке салыну өте қиын. Себебі әйел адам бала тәрбиесімен айналысатын болғандықтан, оның организмі нәзік болғандықтан, әйел адамның сезімге жақын болғандықтан, әйел адамның тәубе қылып, ішімдіктің құрсауынан шығу бір Құдайдың жәрдемі болмаса өте қиын нәрсе. Ал енді ер азаматтардың көбі жай ғана бір достармен жолығып қалдым, шаршап тұрмын, бір 50 грамм, 100 грамм күнде ішіп тұрғанның ештеңкесі жоқ деп ойлайды да, біраздан кейін мәдени түрде маскүнемге айналып кеткенін білмей қалады. Кейін еш себепсіз ішетін жағдайларға душар болады. Бұл күнәнің кесірі бір адамды қаншама қасіреттерге, қайғыларға душар етіп жатады. Күнә деген еш уақытта ешқайда кетіп қалмайды екен ағайындар. Адамға бір қысастық, қиянат жасаған болса, ол міндетті түрде пенденің алдынан қайтып шығып отырады екен. Ерте ме кеш пе? Күнә деген нәрсе ол бір қарыз екен. Құдайдың алдында қарызың. Ол күнә жасадың ба, оны өзің қайтарасың. Денсаулығыңмен, өміріңмен, иманыңмен. Немесе сенің орныңа бала шағаң қайтарады. Сенің бір жасаған күнәңнің себебінің кесірі тіптен бала шағаңа дейін әсер етіп жатуы мүмкін. Өйткені арақ ішіп сенің дүниеге жарымжан перзент келетін болса, оған кім кінәлі? Әлбетте арақ ішкен адам күнәлі болады. Сол бала шағаңның құрыған денсаулығы менен біз жауап беруге тура келеді. Бір оқиға айтайын. Ілгеріде бір қасапшы болған екен. Мал сояды екен. Сол мал соятын қасапшы қолы басының бәрі түнімен мал сойған, қолы да қан, пышағы да қан, келе жатса көшеде екі адам төбелесіп жатыр дейді, таң қараңғылығында. Бұл жүгіріп кеп ажыратам дегенше, әлгі біреу пышақ соғып, екіншісін өлтіріп қашып кетеді да, бұл ананың қасында қалып кетеді. Сөйтіп отқанда өлген адамның жақындары келіп қап, у-шу боп, мына қолы қан-қан боп тұрған адамды абақтыға жаптырып жібереді. Ол қазіргідей криминологияның, яғни қанның құрамын тексеретін, адамның қолының печаткісін тексеретін заман емес, ілгерідегі уақыт. Сонымен не керек? Мынау адам кісі өлтірген боп жазаға душар болады. Өлім жазасына кесіледі. Сол өлім жазасына кесіліп бара жатқан кезде әлгі қасапшы сөз сұрайды. Я, сөйлеңіз деген кезде қасапшының айтқан сөз екен. Құрметті қазы, яғни маған жаза беріп жатқан кісіні қазы дейді. Құрметті қазы, негізі бұл жаза маған әділ дейді. Мен бұл кісіні өлтірген жоқпын, бірақ өлтірмесем де жаза маған әділ кесіліп жатыр дейді. Елдер қалай деп сұраған кезде әлгі кісі айтқан екен. Осыдан 20 жыл бұрын мен өзеннің бергі бетінен арғы бетіне адамдарды өткізіп жүруші едім қайықпен дейді. Бір күні бір жас келіншек қасында баласы менен екеуі отырды. Мен жас келіншекке қызықтым. Көп қарадым, көңілім бұзылды. Кейін сөйлесіп, баласын суға батырып жіберіп, әйелге ойдағымды жасап, оны да өлтіріп суға батырып жіберген едім. Бірақ оны ешкім білген жоқ, өлік табылған жоқ, бірақ көруші болған Алла көрді ғой. Мінекей мен жазасыз қалған жоқпын. Айдаладағы біреудің өліміне кінәлі боп жаза тартып жатқан мен Алланың алдында өз жазамды алып жатырмын деген екен. Адам баласы өз жасаған амалының тұтқыны. Адам баласы өмірде бір күнә жасай ма? Біз ойлаймыз кейде пендешілікпен. Бәленше қанша күнә жасап жатса да, Құдай оны жазалап жатқан жоқ қой деп. Егер бір пендені Алла жақсы көрсе, оның жазасын кешіктірмей береді. Ал бір пендесін Алла тура жолға салам десе, уақыт өтсе де оны ерте ме кеш пе жазалап, тазартып бәрібір тура жолға салады. Немесе ол адам өмірден өтіп кеткеннен кейін ақыреттің азабы өтіп тұр. Ақыреттің азабы өте ауыр, одан көрі пенденің бұл дүниеде
көрөсүн көрүп көргө киргенин жакшыраак эт. Кудайдын алдына барып тазаруу ол Алланын алдындагы эң жеңил жаза. Адамның табанынан от жагат, от жакканда мый кайнайт. Бул эң жеңил жаза. Ал енді орташасы мен ауырын айтпай ақ коеюк. Сондықтан пенде бұл дүниеде қандай да бір күнә жасайтын болса, ол күнә оны еш уақытта еш қашанда айналып өтпейді.